Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Осы оқуға үйрету 21 ғасыр оқушысының дағдыларын қалыптастыру курсының авторымын. Бүгінгі күні мұғалім болу тек білім беру емес. Бұл оқушының ойлауын, саналығын және дербестігін дамытуға көмектесу деген сөз. Егер сіз мектептің өзгеріп жатқан байқасаңыз, ал жай ғана түсіндіру жеткіліксіз деп ойласаңыз, онда бұл курс сіз үшін. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Иә? Неліктен біз оқуға үйрету туралы талқылап отырмыз? Не өзгерді? Қазіргі оқушылар ақпаратқа толы, зейіні тез бөлінеді, күйзеліске ұшырайды. Сонымен қатар олар тек есе сақтауды емес, қалай үйрену керектігін түсінгісі келеді. Осындай жағдайда мұғалімнің рөлі өзгереді. Бүгін ол тек түсіндіруші емес, сонымен қатар оқуды бағыттаушы және сүймелдеуші деп айтуға болады. Бұл курс дәл осыған арналған. Ол педагогика, нейропсихология және де цифрлық жалпы білім беру салаларындағы заманауи зерттеулерге негізделген. Біз бұл жерде ғылым мен практиканы біріктіріп, сізге нақты құралдарды ұсынамыз. Енді курс не қамтиды, қысқаша айтып өтейік. Бұл курс 5 негізгі модульден тұрады. Әрқайсысы мектеп алдында өзекті мәселелерге жауап береді. Біріншісі, ми қалай жұмыс жасайды. Назар, есте сақтау, мотивация туралы талқылайтын боламыз. Екіншісі, бұл метатаным және оқу дербестігі. Бұл жерде оқушыны қалай оқуға үйрету деген сұраққа жауап беретін боламыз. Үшіншісі, оқуды жекелендіру немесе дифференциация туралы біздер әңгіме қозғайтын боламыз. Келесі, цифрлық және визуалды құралдар. Бұл жерде технология мағыналы қолдану. Және де соңғысы, бұл қалыптастырушы бағалау және сүймелдеу. Бұл жерде дамуға арналған кері байланысты талқылайтын боламыз. Енді осы курс сізге не береді? Былайша айтқанда, сіз не аласыз? Енді бұл жерде маңызды нәрсе, бұл оқушының қалай ойлайтынын және оқитынын түсінесіз. Оқу жүрісін, сүймелдеуін, заманауи әдістерін меңгересіз. Чек парақтар, интеллект карталар, шаблондар сияқты икемді құралдарды қолданасыз. Және де тағы айтып кететін жағдай, бұл білім беру процесін ұйымдастыруды, цифрлық шешімдерді пайдалана аласыз. Асыл сызып айтатын жағдай, өзіңіздің авторлық сүймелдеу моделі қалыптасады. Бұл курс жай теория емес, ол сіздің практикалық жұмысыңызды ертеңнен бастап өзгертуге арналған. Егер бұл көзқарас өзіңізді тапсаңыз, әрекет ететін сәт келді. Себебі қазіргі оқушыға дағды керек, бізге, мұғалімдерге нақты құрал қажет, ал енді мектеп болса, жаңа серпін керек. Егер сіз өзгеріске дайын болсаңыз, курсқа дәл бүгіннен бастап тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Қыдыршаев Орал Абатұлы, білім беруді жаңғыртуды бірге бастайық. Курста кездескенше сау болыңыздар.